Сахабалар білесіздер ме, қалай ғашық болады пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға? Түкірігін жерге түсірмейтін болған ғой, пайғамбардың түкірі. Ана Урва ибн Мас'уд деген жаңағы Таифтың патшасы бар, Таиф деген қаланың басшысы. Сол барып пайғамбармен сөйлесуге барады Худайбияда. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанындағы сахабалардың қызметін көреді ғой. Бұндай қызметті анау көрмеген ғой. Кәдімгі а десе аузынан не шығып бәрін қарап, сахабалар деген бір сәт бақылаусыз қалдырмайды дейді сахаба. Екеуі сөйлесіп отыр да жаңағы патша екеуі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аналар деген кәдімгідей керек десең біреулер қылышын дайындап тұр дейді да. Егер ана келіп тұрған Таифтың патшасы бір оқыс әрекет жасаса, үлгереді да, ананы шауып үлгереді да. Міне осылай дайын тұр. Біреулер терін сүртіп жатыр, біреу енді сонда Меккеге барып жаңа Таифтың патшасы айтты дейді ғой. Мен дейді Византияның патшасының алдында болғанмын дейді. Мен Парсының патшасының алдында болғанмын дейді. Мен Эфиопияның патшасының алдында болғанмын дейді. Бірақ Мұхаммедтің жанындағыдай ықыласты, оған ғашық адамдарды, шын жүрекпен берілген адамдарды мүлдем өмірімде көрген емеспін дейді. Барлығы айлық үшін жүргендер дейді аяқтағылардың бәрі. Не деген сондай махаббат пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам андай қылып айтып тұр да, сен енді менімен кездеспейтін шығарсың деген кезде Муаз ибн Жабал еңкілдеп жылады дейді ана жерде.